қазақтың ұлттық аспаптарын өтеміз бе, жоқ музыкалық аспаптарын өтеміз бе? Кім ойланды? Тек қазақтың ұлттық аспаптарын өтеміз бе? Қалай ойлаймыз? Айтыңдаршы, не болуы мүмкін? Кім айтады? Тайга. Ұлттық аспаптар екен, жарайсыздар балалар, сендер өте жақсы ойлапсыңдар. Яғни бүгінгі біздің сабағымыз қазақтың ұлттық аспаптары. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын сөздікпен танысып алайық. Қазір сөздіктің не екенін қайталаймыз. Дауылпаз барабан. Дауылпаз барабан. Домбыра, домбыра. Домбыра, домбыра. Асатаяқ. Асатаяқ. Погремушка, палка деп айтамыз. Немесе асатаяқ деп те кейбір жерлерде айтылған. Қобыз, кәдімгі міне көзімізше көріп отыр. Қобыз. Сыбызғы балар. Свист, свирель, дудка немесе тағы анау. Сыбызғының неше түрі бар? Тақтаға қарайшы балар. Мынау да сыбызғыға жатады. Бұл бірақ саздан жасалған сыбызғы, иә? Балалар, ал мына жерде біздің сыбызғымыз кәдімгі флейта бар.